Қайырлы күн достар, сіздермен бүгін сүзбелі бәліш, яғни творожный пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Бізге ең алдымен құрғақ ыдысымызға үй температурасындағы сары майымызды салып, оның үстіне шекерімізді салып, екеуін әдемелеп араластыратын боламыз. Қыздар, барлық заттардың грамын, барлығын описание бөліміне жазып қойдым. Енді осының үстінен бір жұмыртқамызды саламыз да тағы да араластырамыз. Енді осының үстінен алдын ала еленген ұнымызды екіге бөліп салып, бір бөлігін салғаннан кейін қопсытқышымызды, яғни разрыхителімізді салып, қолымыздың көмегімен жұмсақ қамыр илейміз. Бізде осындай жұмсақ қамыр пайда болды. Енді осы қамырымызды салафан пакетке салып, жарты сағат 40 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді осы кезде ішіндегі начинкасын дайындаймыз. Бізге керегі творог. Творогтың үстінен шекерімізді, 2 жұмыртқамызды, 2 ас қасық кукурузный крахмалымызды салып, үстінен жарты шай қасық ванилимізді саламыз. Ванили негізі міндетті емес. Енді оның үстінен 3 ас қасық қаймағымызды салып, барлығын әдемелеп сұйық масса болғанша араластырамыз. Қыздар, менің каналыма тіркелмесеңіздер, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазсаңыздар болады. Бізде осындай сұйық масса пайда болды. Енді біз осындай тапамызға жаңағы тоңазытқышқа салған қамырымызды қолымыздың көмегімен жайып, тапаның шет-шеттеріне бортиктерін жасап аламыз. Одан кейін ортасын шанышқының көмегімен тесікшелер жасаймыз да әдемелеп қамыр жасап аламыз. Енді осының ішіне салмасын салып, қызып тұрған пешімізге салып пісіріп аламыз. Осы салманың үстінен әртүрлі жидектер қосып пісірсеңіздер де болады. Енді бізде осындай пирог пайда болды. Астарыңыз дәмді болсын.